Сәлеметсіңдер ме, балалар? Дүниетану сабағы 4-ші сынып. Тақырыбы менің туристік маршрутым. Біз адал елдің ұрпағымыз атты шараның аясында өткізіліп отыр. Балалар, сендер туристік маршрут жоспарлаудың мәнін білесіңдер. Ал бүгінгі сабақта ақпараттың қолжетімді көздерін пайдаланып, Қазақстанның көрікті жерлеріне туристік маршрут құруды үйренетін боласыңдар. Атаулар туралы 3 сұрақ. Балалар, сендерге жаңа тақырып бойынша 3 термин сөз берілген. Қазақстан, туристік маршрут, жоспар. Осы атауларға қатысты мынандай сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Қайда? Бұл терминдерді бұрын қайда кездестірдің? Қалай? Осы атауларды қалай бір-бірімен байланыстырар едің? Қандай? Осы сабақта бұл атаулар қандай қолданыста болады деп ойлайсың? Бүгінде көптеген адамдар дүниежүзі елдерін аралауға саяхатқа шығып жатады. Алайда туристерге арналған дайын туристік бағыттар әрдайым кездесе бермейді. Сондықтан көбісі өзінің саяхатына арнап туристік бағыт құрастырады. Туристік бағытты дұрыс таңдау үшін адал елдің ұрпағы, өз елінің патриоты ретінде ол бағытты өз елімізден бастағанымыз жөн. Біздің елімізде табиғатының ерекше сұлулығымен, құпиялығымен, қазба байлықтарымен әлемнің мықты мемлекеттерінен қалысар емес. Жас мемлекетіміздің осындай ерекшеліктерін шетелге танытатын да, шетелді тартатын да адал ұрпақтары, яғни біздер. Олай болса, Қазақстанның көрікті жерлері жайлы видеороликке назар аударайық. Шарын шатқалы Алматы облысындағы ең қызықты табиғи нысандардың бірі. Күн ұясына батар сәтте шатқал қабырғалары таңғаларлық реңктерге боялады. Шарын шатқалы Солтүстік Америкадағы үлкен шатқалына ұқсас келеді. Бір жексенбілік сапарда төменгі Көлсай және Қайыңды көлдеріне де барып үлгеруге болады. Жоғарғы Көлсай екіншісінен 4 шақырым шалғай және 600 метрге жоғары орналасқан. Оған көтерілу үшін көп уақыт пен жақсы физикалық дайындық қажет. Бозжыраға бару үшін алдымен Ақтауға ұшақ немесе пойыз арқылы жетесіз де, Ақтаудан әрі қарай тағы 300 шақырымнан аса жол жүресіз. Бұрындары жолдың жарты бөлігі құмды, жарты бөлігі тасты болған деседі. Жергілікті туристік компаниялар бұл аймаққа сәуір-мамыр және қыркүйек-қазан айларында баруға кеңес береді. Жаз мезгілінде ауа температурасы көтеріліп, ерекше ыстық болады. Күндізгі жан шыдатпас ыстық, кеш түсте бірден салқын ауамен ауысады. Сондықтан мұнда демалуға келушілер кешкілік суыққа қалмас үшін қалың киім алып келген абзал. Түркістан қаласында жақында ашылған Керуен-сарай кешені орталық Азиядағы теңдесі жоқ жоба. Керуен-сарай туристік кешені Түркістандағы кереметтер нысандардың ішіндегі ең ғажайыбы. Аумағы 188 гектар жерді алып жатқан ерекше қалашықтың ішінде 5 жұлдызды қонақ үйлер, су бетіндегі театр, кинотеатр, қиял-ғажайып балалар ойын алаңы, сауда орындары мен мейрамханалар орналасқан. Келген туристер мен қонақтар кешен ішін қайықпен аралайды. Көркімен талайды тамсандырған Бурабайда демалуды көздесеңіз, жақсы таңдау. Бурабайды жұрт Қазақстанның інжу маржаны және Қазақстандық Швейцария деп атайды. Бурабай кенті ұлттық табиғи саябақтың бір бөлігі. Көкшетау тауларының бөктерінде 14 ірі көлдің, Бурабайдың, Шортандының, Отыркөлдің қоршауында орналасқан. Өлкенің тарихы Оқжетпес, Бурабай, Жеке Батыр секілді және басқа аңыздар мен ертегі толғауларға бай келеді. Алакөл Қазақстандағы Алматы және Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан тұйық көл. Қазақстандағы ең ғажайып көлдердің бірі десек артық айтпаймыз. Аумағы 20 000 гектардан асатын бұл өлкеге денсаулығын түзетуге келетін жандар қатары көп. Көл суы минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық элементтерге бай болғандықтан оның денсаулыққа пайдасы дәлелденген. Бірінші тапсырма. Видеороликте көрген деректерге сүйеніп, интернет желісін, әрі экранда тұрған картаны пайдаланып, әр аймақтың көрікті жерлерін атауын
жұмыс дәптеріне жазыңдар. Жазу барысында ұқыптылықты есте ұстаймыз. Карта астында шартты белгілерге назар аударуды ұмытпаңдар. Екінші тапсырма кестемен жұмыс. Балалар, ендігі кезекте кесте толтыратын боласыңдар. Кестеде маршрут атауы, бағыты, сол бағытта не көретініміз, оны қандай мақсатта көреміз, және күн саны, маршрут уақытында шығындарымыз жазылған. Осы маршруттағы осы кестемізді толтыру барысында интернет желісіне жүгінуге, отбасы мүшелерімен ақылдасып отыруға, отбасы мүшелері үйде болмаған жағдайда телефон шалуға болады. Рефлексия. Бүгінгі сабақта не білдің? Не оңай болды? Не қиын болды? Үйге тапсырма. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша туристік маршрут құру. Сабағымызда Шоқан Уәлихановтың дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ деген сөзімен аяқтаймын. Олай болса, әрқашан адалдық пен әділдікті ту етейік. Сау болыңдар.